Баршаңызға сәлем достар. Жоғарғы оқу орнынан кейінгі магистратураға қалай өтініш береміз? Сол жайында айтатын боламын. Қазақ тілді контентті қолдау мақсатында каналға жазылып, лайк баса кетіңіз. Тесттің сайтына тіркелу видеосын каналымнан таба аласыз. Және де осы видеоға сілтемесін қалдыратын боламын. Тіркеліп болғаннан соң өтініш беруді басамыз. Ары қарай жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім магистратура дегенді таңдаймыз. Одан кейін магистратураға кешенді тестілеуді таңдайтын боламыз. Тестілеу орны мен уақыты сіз өтініш берген кезде шығып тұрмайды. Ол үшін тестілеу орны мен уақыты туралы ақпарат ағымдағы жылғы, яғни бұл 2023 жылдың 18 шілдесінде түсушінің жеке кабинетіне, яғни менің іс-әрекеттерімдегі бөлімге келіп түседі. Сол жерден қай жерде, қай уақытта тапсыратындығыңыз шығады. Одан кейін енді әркімде магистратураға түсу әртүрлі. Бұнда магистратураға кешенді тестілеу немесе оқыту ағылшын тілінде жүргізілмейтін бейінді магистратураға кешенді тестілеу, шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша магистратураға кешенді тестілеу немесе араб тілін білуді талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша магистратураға кешенді тестілеу деп беріледі. Осы төртеуі, осының біреуін таңдайсыз. Ал біз қазір барлығын енді көбі осыған түседі, магистратураға кешенді тестілеу дегенді таңдайтын боламыз. Жоғарғы жағында бірден сіздер туралы ақпарат шығады. Мен бұл видеода оны көрсетіп тұрған жоқпын, астына қарай түсіп тұрмын. Астына түсесіздер, яғни магистратурадағы даярлау бағыты таңдайсыз, бейінді ма, әлде ғылыми педагогикалық па? Біз қазір сіздерге ғылыми педагогикалықты көрсететін боламыз. Таңдадық. Одан кейін магистратурадағы білім беру саласы. Сіз қай саланы таңдайсыз? Педагогикалық ғылымдарға түсесіз ба? Өнер және гуманитарлық па? Әлде жаратылыстану ғылымдары ма? Бизнес басқару ма? Денсаулық сақтау, қызмет көрсету, өзіңізге қажеттісін осы жерден таңдайтын боласыз. Біз қазір мысалға педагогикалық ғылымдарды таңдаймыз. Одан кейін педагогикалық ғылымдарды таңдап болғаннан кейін білім беру бағдарламасы тобының коды мен атауы. Коды бұл жерде өзі шығып тұрады. Мінекей сіздерде қай пәнді жалғастырасыз? Мысалға химия, физика, информатика, құқық, математика, қазақ тілі, әдебиеті, орыс тілі, шет тілі, арнайы педагогика. Бұнда сіздің мамандығыңыз өзі тұрады, соны таңдайсыз. Мысалға біз қазір химияны таңдайық. Химия, одан тест тапсыру тілі. Қазақша немесе орысша, одан кейін шет тілін тапсырасыз міндетті түрде. Қай тілді тапсырасыз? Ағылшын тілін ба, неміс, француз? Біз қазір мысалы ағылшын тілін таңдайық. Сертификатыңыз бар болса, мұнда галочка қоясыз. Біз әзірге галочка қоймаймыз. Одан тестілеу қаласын таңдайсыз. Мысалға міне барлық тестілеу тұр. Мысалға біз Астана қаласын таңдайық. Астана қаласы. Одан кейін егерде сізде енді мүгедектік қағазы болатын болса, мүгедектігі бар таңдайсыз, жоғы болса, мүгедектігі жоқ деген таңдайсыз. Одан кейін келісім дегенге галочка қоясыз. Одан кейін өтініш бересіз. Яғни өтініш беру батырмасын басамыз. Одан кейін мына жерде сіздерде бірден 14.630 теңге көлемінде ақша төлеу керексіздер, яғни деректер толтырылды, көк жанып тұр, төлем жасау. Бұл жерде сіздер Каспи қосымшасынан төлемді жасауларыңызға болады. Мінекей ол үшін не істейсіздер? Каспи KZ қосымшасын ашамыз, төлемдер бөлімін таңдаймыз, одан кейін білім санат, яғни образованияны таңдаймыз, ұлттық тестілеу орталығы деп жазып аласыздар, сол жерге жазасыздар кәдімгідей ұлттық тестілеу орталығы деп, сонда тез табылады. Одан кейін тапсырыс нөмірін енгізіп төлем жасаңыз дегенде, мінекей мына жерде көкті міне тұр ғой, осы көкті бас тапсырысты қалыптастыру деп тұр. Соны бассаңыздар, сіздерге бір номерді береді. Мысалы 19, 24, 30 деген сияқты бір номерді береді. Сол номерді аласыздар да, жаңағы ұлттық тестілеу орталығы деп таңдадыңыз ғой, сол жерге номер деп шығады. Сол тапсырыс, осы жердегі алған тапсырыс номерін сол жерге жазып,
төлемді жасайсыздар. Төлемді жасап біткеннен кейін, міне менде әзірше төлем жасалмады деп тұр, тіркелмеді деп тұр. Төлемді жасап біткеннен кейін төлем жасалды және тіркелді деп шығады. Одан кейін астында жаңарту деген шығады. Сол жаңартуды басасыздар. Менде қазір төлем жасалмағандықтан өтініш берілді деген жер қара болып тұр. Төлемді жасағаннан кейін өтініш берілді дегенде көк немесе жасыл түспен боялады. Одан кейін қайтадан менің іс-әрекеттерім дегенге барсаңыздар, өтініш берілді деп тұрады, бірақ жаңа ғана айтқандай күні және уақыты, яғни уақытымен болатын орны көрсетілмейді. Одан кейін шілденің 18-і күні сіздің менің іс-әрекеттерім деген жерге сізге SMS болып түседі, қай күні қай жерге барып тапсыру керектігіңіз. Видео түсінікті болды деп ойлаймын. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Магистратураға түсіп кетіңіздер. Видео ұнаса каналыма жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз.